Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен кезекті брифингте Жамбыл облыстық полиция департаменті жедел криминалистикалық басқармасының бастығы осы жылда атқарылған жұмыстарын баяндап есеп берді. Жедел криминалистикалық қызметтің өзіне жүктелген міндеттеріне сәйкес, яғни оқиға орнында айғақ заттарды анықтау, алу және қылмысты жедел түрде криминалистикалық есептермен ашу болып табылады. Осы аталған жұмыстардың нәтижесінде оқиға болған жерден тәркіленген қол іздері арқылы 61 тұлға ұсталып, 61 қылмыс деректері бойынша кінәсін мойындаған. Жалпы криминалистикалық есептер бойынша 308 оң сәйкестік анықталды. Бұл барлық тіркелген қылмыстың 7%-ын құрайды. Қазіргі таңда жедел криминалистикалық қызметінде заман талабына сай жаңа өзгерістер енгізілуде. Атап айтсам, осы 15 тамыздан бастап облыс аумағында жаңадан өзінің көп функционалымен жедел түрде ақпараттар алуға ыңғайлы Адемия орталықтандырылған бағдарламасы орнатылды.